Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Үсенова Бақтыгүл Кәрімбергенқызы, Ғани Мұратбаев атындағы гимназиясының математика пәнінің мұғалімімін. Менің бүгінгі баяндамамның тақырыбы математика сабақтарында жасанды интеллектті тиімді қолдану, мұғалімге көмек, оқушыға бағыт. Қазіргі 21 ғасыр ақпараттық технологиялар мен цифрлық өзгерістер ғасыры. Бұл дәуірде білім беру жүйесі де түбегейлі жаңғыруда. Әсіресе математика пәні барлық ғылымдардың негізі болғандықтан, оны оқыту әдістемесін жаңа деңгейге көтеру маңызды. Соңғы жылдары бүкіл әлемде жасанды интеллект құралдарының қарқынды дамуы мұғалімдер мен оқушылар үшін тың мүмкіндіктерді ашып отыр. Егер бұрын есептер шығаруда тек қағаз, қалам, дәстүрлі формулалар қолданылса, бүгінде интеллектуалды жүйелер арқылы кез келген математикалық есепті талдап, графиктер құруға, үлгі модельдерін жасауға, тіпті оқушы қабілетіне қарай жеке тапсырмалар құрастыруға болады. Жасанды интеллект мұғалімдердің жұмыстарын жеңілдетіп, әр оқушының қажеттілігіне қарай жеке оқыту бағдарламаларын құруға мүмкіндік береді. Жасанды интеллектпен жұмыс істеу тек техникалық дағды емес, ол жаңа ойлау мәдениеті. Жасанды интеллект мұғалімді алмастыру емес, қолдау құралы. Жасанды интеллект мұғалімнің орнын баспайды, керісінше оның педагогикалық қызметін толықтырып, оқу процесін тиімдірек етеді. Математика сабағында жасанды интеллект қолданудың мұғалімге көмегіне тоқталатын болсақ, жасанды интеллект мұғалімнің уақытын үнемдеп, сабақтың сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Мұғалімге көмектесетін негізгі бағыттар: сабақ жоспарын құру, деңгейлік тапсырмалар дайындау, үй тапсырмасын тексеру, оқушылардың үлгерімін талдау, интерактивті материалдар жасау. Сабақ жоспарын құруда тақырыпқа сай тапсырмалар, мысалдар мен есептерді автоматты түрде ұсынады. Деңгейлік тапсырмалар дайындауда жеке оқушының қабілетіне, оқушылардың білім деңгейлеріне қарай бейімделген тапсырмалар ұсынады. Үй тапсырмасын тексеруде жауаптарды жылдам тексеріп, қателерді талдауға көмектеседі. Оқушылардың үлгерімін талдауда алынған ақпараттардың негізінде әлсіз және күшті тұстарын анықтап, оларға жеке және мақсатты қолдау көрсетуге мүмкіндік береді. Интерактивті материалдар жасауда графиктер, диаграммалар, анимациялық түсіндірмелерді ұсынады. Жасанды интернет платформалары оқушылардың тапсырмаларын автоматты түрде тексеріп, олардың бағалау процесін жеңілдетеді және уақытты үнемдейді. Мұғалім еңбегін жеңілдетеді, оқыту сапасын арттырады. Оқушылар үшін жасанды интеллектті қолданудың нақты мысалдарына тоқталатын болсақ, математика жүйе технологияларын қолдануға ең қолайлы пәндердің бірі. Себебі бұл пәнде фигуралар салу, графиктер салу, есептерді шешу, талдау сияқты жасанды интеллектімен тығыз байланысты ұғымдар қарастырылады. Бүгінде цифрлық білім беру ресурстарының оқушының жас ерекшелігін, қолдану аясы мен мүмкіндігін ескере отырып, сабақтарда жиі қолданылатын цифрлық платформалар мен сервистердің мынандай түрлері қарастырылады. WordWall, GeoGebra, Mathway, Learning Apps, ChatGPT, Wolfram Alpha, Quizzes, Kahoot, Zipgrade, Google Forms, Padlet сияқты қосымшалар мен платформаларды қолданудың тиімділігі мен артықшылықтары бүгінгі күнде байқалады. Бұл бағдарламалардың әрқайсысы өз ерекшелігімен құнды. Оқушылардың математикалық ойлауын дамытып, мұғалімнің әдістемелік жұмысын жеңілдетеді. Оларды сабақта тиімді қолдану тәжірибесі мұғалімге де, оқушыға да үлкен артықшылық береді. Математика сабағында цифрлық білім беру ресурстарын қолдану оқу материалын меңгертуге ғана емес, сонымен қатар оқушылардың пәнге деген қызығушылықтарын туғызып, шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Оқушыларға көмектесетін жасанды интеллект платформаларына тоқталатын болсақ, Mathway платформасында алгебра, графика, есептеу және басқалар үшін әлемдегі ең ақылды математикалық калкулятор болып саналады екен. Mathway күрделі ұғымдарды түсінуге көмектесетін, математикалық шешімдерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін қосымша. Оны қолдану үшін жай камераны есепке бағыттау, суретке түсіру, немесе қадамдық жауаптар үшін математикалық тапсырмаларды теріп жазу қажет. Mathway бағдарламасында 9 сынып бағдарламасында квадраттық функциялардың
квадраттық теңдеулердің шешімдерін табуда графиктер арқылы, қиылысу нүктелер арқылы теңдеудің шешімі табылған график көрсетілген. Келесі қосымша геогебра. Геогебра математикалық визуализацияға арналған ең танымал платформалардың бірі. Бұл бағдарлама арқылы алгебра, геометрия, тригонометрия, статистика тақырыптарын интерактивті түрде оқуға болады. Геогебраның басты артықшылығы графиктерді, фигураларды, теңдеулерді бірден бейнелеуге болады. Мысалы, y тең ax квадрат қосылған bx қосылған s функциясының графигін салғанда, оқушы a, b, s коэффициенттерін өзгертіп, параболаның қалай түрленетінін көре алады. Бұл функция параметрлерін нақты түсінуге көмектеседі. Геометрия сабағында үш бұрыш салып, оның бұрыштарын өзгерткенде синус, косинус заңдарының қалай жұмыс істейтінін көрсетуге болады. Сонымен қатар, геогебра статистикада да пайдалы. Деректер енгізіп, олардың орташа мәнін, медианасын, модасын есептеп, диаграмма салуға мүмкіндік береді. Келесі бағдарлама ChatGPT. ChatGPT тілдік модельге негізделген жасанды интеллект құралы. Бұл жүйе оқушының қойған сұрағына жауап беріп қана қоймай, есепті шешудің қадамдарын түсіндіреді. Мысалы, оқушы теңдеуді шеш, 2x қосылған 5 тең 15 десе, ChatGPT алдымен 15-тен 5-ті шегеріп, сосын оны 2-ге бөлу керегін көрсетеді. Қиын есептерді де талдап, бірнеше тәсілмен шығару жолдарын көрсете алады. Сонымен қатар ChatGPT шығармашылық тапсырмалар құруда да пайдалы. Мұғалім пропорция тақырыбында тұрмыстық есеп құрастыр деп тапсырса, жүйе дүкеннен зат сатып алу немесе ас үйдегі рецепті өзгерту сияқты есептер ұсынады. Бұл оқушының пәнді өмірмен байланыстырып үйренуіне жағдай жасайды. ChatGPT сонымен бірге тест сұрақтарын, жұмыс парақтарын, жобалық тапсырмаларды құрастырып береді. Келесі қосымша Wolfram Alpha математикалық есептер шешуге арналған интеллектуалдық жүйе. Бұл бағдарлама кез келген теңдеуді, интегралды, туындыны, матрицаны, ықтималдық есебін шығарып бере алады. Ең бастысы ол есептің шешімін қадам-қадаммен түсіндіреді. Мысалы, интеграл x квадрат dx интегралын есептегенде, алдымен қай формуланы қолданатынын көрсетіп, соңында нәтижені шығарады. Бұл оқушыға дайын жауап қана бермей, шешімнің логикасын түсінуге мүмкіндік береді. Wolfram Alpha сонымен қатар статистикалық деректерді өңдеп, графиктер салады, математикалық модельдер құрады. Ол ғылыми жобаларда да пайдалы, себебі нақты деректерге сүйеніп талдау жасайды. Жасанды интеллекттің артықшылықтары мен шектеулеріне тоқталатын болсақ, артықшылықтары мұғалімдер үшін уақытты үнемдейді. Тапсырма, тест, жоспарды тез құрастырады, сабақты әр тараптандырады, интерактивтік, мысал, визуал түрде көмек береді. Жеке оқушымен жұмыс жасау кезінде әр деңгейге сай тапсырмалар ұсына алады, бағалауда көмектеседі, қателерді талдап кері байланыс береді. Ал оқушы үшін түсінбеген тақырыпты қайта түсіндіреді, қайта көріп, шексіз рет қолдана алады. Өз бетімен оқу дағдысын дамытады, қателіктен қорықпай сұрақ қоя алады және қызығушылықтарын арттырады, ойын, тапсырма, мысалдар арқылы. Ал шектеулеріне тоқталатын болсақ, яғни шектеулері толық математикалық дәлдікке жетпейді, оқушы жалқаулану мүмкін, жасанды интеллект қолдану арқылы оқушы жалқаулану мүмкін, яғни дайын жауапқа үйреніп кету қаупі бар. Мұғалімнің шығармашылығын, тәрбиесін, бақылауын, эмоциясын алмастыра алмайды. Жасанды интеллект сыни ойлау қолдану арқылы сыни ойлау әлсіреуі мүмкін, егер дұрыс бағыт берілмеген жағдайда. Әлеуметтік және эмоционалдық аспектілерді ескермейді, интернет пен техникаға тәуелділік пайда болуы мүмкін, барлық ақпарат 100% дұрыс болмауы мүмкін. Бірлескен жұмыс жасау арқылы мұғалім мен жасанды интеллект бірге жұмыс істегенде ғана ең жақсы нәтижеге қол жеткізуге болады. Жасанды интеллект техникалық жағынан қолдау көрсетсе, мұғалім адамгершілік қарым-қатынас пен шығармашылыққа баулиды. Қорытындылай келе, жасанды интеллект математика сабағында мұғалім үшін сенімді көмекші, оқушы үшін бағыт-бағдар беруші құрал ретінде қарастырылады. Дұрыс қолданылған жағдайда жасанды интеллект білім сапасын арттырып, оқыту үдерісін тиімді әрі заманауи етеді. Ең бастысы технология мен адам еңбегінің үйлесімі сақталуы қажет. Жасанды интеллектті қолданып, сабағымызды қызықты өткізуге тырысайық, бірге дамып болашақтың білім беру жүйесін құрайық. Бұл біздің ортақ мақсатымыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.